Ассалаумағалейкум бауырым. Егер әйелім жыныс қатынасқа қанбай жүр, мүшем кішкентай, болмаса жаңағы өзімнің көңілім толмайды деген сияқты сұрақтар мазалап жүр ма, онда бұл видео саған. Егер мүшеңді ұзартқың келе ма, оның жолдарын айтайын саған. Бірінші операция жолы, лигаментотомия, яғни мүшенің связка дейміз, байламын кесу арқылы сыртқа шығару, оған тез қол жетімді болады. Екінші жолы әрине бұны ұлғайту, жуандату. Оны біз гиалурон қышқылымен жасаймыз. Гиалурон қышқылы ағзамызда бар, сондықтан синтетикалық түрін алып, мүшенің астына, терінің астына енгіземіз. Тер ағза енгізген кезде бұл мүшенің жуандауына алып келеді, и созылуына алып келеді. Осы арқылы сен жылдам қол жеткізе аласың. Әрине, гормоналдық бұзылыс болып жататын болса, басқа жерде болатын болса, ол кезде міндетті түрде сіздің ағзаңызды тексеру керек, анализ тексеру керек, қаныңызды алу керек, гормондарыңызды тексеру керек, сізді жалпы қарауымыз керек. Егер осы сұрақ мазалап жататын болса, төменге әзір сілтеме тастап кетемін. Ол біз екінші сұрағым, айтарым, шарик салу. Шарик не үшін салады? Әйелі қанбай жатса, өзінің жаңағы мүшесіне сенімсіз отыратын болса, осындай кезде мүшесіне шарик салады. Шариктің пайдасы қандай? Енді ол әйелдің қанағаттануына жаңағы көмектесуі мүмкін. Екінші жағы еркектің, яғни мүшесінің бойында шарик жүрген кезде әйел тез қозуы мүмкін. Осы себепті салып жатады еркектер. Егер шарик салдырамын десең, болмаса жаңағы операция арқылы ұзартамын десең, гель салдырамын десең, астына подробный батырмасын басып, осы сұрағыңды қойып, өзіңнің анкетаңды толтырып, біздің приемға келіп, осы проблеманы шеше аласың. Олай болса, досым, сені біздің приемда күтеміз.